2025 жылдың ең алаңдатар жаңалығы таяу шығыстағы қақтығыс. Израиль мен Иран арасындағы ұзақ жылдардан бері келе жатқан кикілжің алғаш рет ашық соғысқа ұласуы мүмкін. Бұл екі ел арасындағы жанжал тек зымыран мен дронға ғана емес, ядролық қару мен жаһандық география сатқа байланысты. Бұл видеода соғыстың басталу себебін, әр тараптың қолдауын, технологиясын, жағдайын, ушыққан нақты оқиғаларын, әлемнің реакциясын бірге тыңдаймыз. Әлем арнасына қош келдіңіз. Бізбен бірге әлемнің тынысын түсініңіз. жылдың мамыр айының соңында Израиль күтпеген жерден Иранның бірнеше ядролық кешеніне бір мезетте шабуыл жасады. Израиль бұл қадамды былай түсіндірді: Иранның ядролық бағдарламасы тек біз үшін емес, бүкіл әлем үшін қауіп. Иран уран байытуын 90%-ға дейін жеткізді. Бұл ядролық қаруға жетудің соңғы сатысы. Израильдің уәжі, Иран қаруға қол жеткізсе, аймақта ядролық жарыс басталады. Иран бұл шабуылды соғыс жариялауымен тең деп таныды. Сол түннің өзінде Иран True Promise 3 деген операция бастағанын жариялады. Израиль мен Иран арасында қақтығыс тек осы екі елмен шектелмейді. Бұл соғысқа басқа да прокси күштер тартылуда. Олар Иран қолдайтын, бірақ өз еліне әрекет ететін қарулы ұйымдар. Хезболла, Ливаннан төнген қауіп. Иран қаржыландыратын әскери оқытатын топ. Израильдің солтүстігіне зымыранмен атқылады. Шекара маңында атыс басталып, Израиль Ливандағы Хезболланың 12 әскери базасына соққы берді. Хуситтер, Йеменнен келген соғыс. Иранмен идеологиялық жақын топ. Сауд Арабиясы мен Израильге баллистикалық зымырандармен жауап қайтарды. Қызыл теңіздегі Израиль кемесіне дронмен шабуыл жасады. Иран бұл топтар арқылы соғысты өз шекарасына алшақ ұстағысы келеді. Ал Израиль оларды террористік ұйым деп атады. ақш ашық түрде Израильді қолдады, бірақ толыққанды соғысқа араласуға асыққан жоқ. ақштың соғыс кемелері Парсы шығанағына жақындады. Байден: біз таяу шығыстағы бейбітшілікті қолдаймыз, бірақ Израильдің қорғануына құқығы бар. Европа: Франция, Германия және Ұлыбритания қақтығысты айыптады, бірақ Иранға нақты қысым жасаудан аулақ. Ресей Иранға жақындап отыр. Қару-жарақ емес, барлау және логистикалық қолдау көрсетуде. Біріккен ұлттар ұйымы қос тарапты сабырға шақырды, бірақ нақты шешім қабылданбады. Иран реалы мен Израиль шекелі күрт арзандады. ақш доллары мен алтынның бағасы жоғарылады. Бұл тек Иран мен Израильдің мәселесі емес, бұл аймақтық қауіпсіздік дағдарысы. Сауд Арабиясы Иранның қарсыласы, бірақ ашық қолдамайды. Ливан Хезболла арқылы соғысқа тартылып отыр. Сирия Израиль Иран объектілерін осы елге жиі атқылайды. Йемен хуситтер арқылы соғыс өршіп тұр. Түркия таяу шығыс тұрақтылығы бұзылса, босқындар ағыны мен экономикалық дағдарысқа тап болуы мүмкін. Ал сарапшылар не дейді? Дэвид Рот, Израиль қауіпсіздік кеңесі: Израиль бұл соғысты бастамаған, бірақ өз болашағы үшін күресуге мәжбүр. Амин Хамиди, Иран халықаралық істер жөніндегі сарапшы: Иранға шабуыл тек әскери әрекет емес, ұлттық намысқа тиетін соққы. Жауапсыз қалмайды. Джоан Ли, Вашингтон стратегиялық зерттеу орталығы: егер тараптар 2 апта ішінде ымыраға келмесе, соғыс күшейіп, бүкіл аймақта күйретеді.